Саламатсыздарма? Бүгін мен сіздерге осындай бауырсақтарды әзірлеп көрсетемін. Бауырсақтарымыз өте жұмсақ және дәмді болып шығады. Рецепттер өте көп, бірақ мен осындай өзім рецепттерімді сізге ұсынамын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте дәмді және жұмсақ болып шығады. Бізге қажетті заттар: ұн, сүт, су, құмшекер, тұз, дрожжи және өсімдік майы. Бір ыдысымызға сүтімізді құйып аламыз. Мен сүтім мұздай болғандықтан мен бұған ыстық қайнаған су қостым. Бұның үстіне біз саламыз тұз, құмшекер және өсімдік майы. Бір араластырып жіберіп, үстіне дрожжіні салып, дрожжи ерігенше қасықпен араластырып аламыз. Ұнымыздың жартысын салып, жақсылап араластырып аламыз. Ұнды аз-аздан салып барған дұрыс. Себебі бірден ұнды салып қойсаңыздар, бауырсақтарымыз шамалы қаттылау болып шығуы мүмкін. Бауырсақтың қамыры негізінде қатты илемеу керек. Қанша қатты илесеңіздер, бауырсақтарыңыз соншама қатты болып шығады. Қаншама қамыр жұмсақ иленсе, сонша бауырсақтарыңыз жұмсақ және ісіп шығады. Мына қамырымыз осындай жұмсақ болып шығады. Үстіне пищевой пленка немесе салфановый пакет жауып, жылы жерге кемінде 2 сағатқа тындырып қоямыз. Сол уақытта қамырымыз көтеріліп үлгереді. Міне қамырымыз көтерілген. Оны алып, қамырымызды 2-ге бөліп аламыз. Қамырымызды қолмен жайып, үстінен 1-2 рет оқтаймен тартып жіберсеңіздер болады. Бұған қалаған форма істетсеңіздер болады. Мен формаға стакан істеттім. Өзіңізге ыңғайлы размерде дәу кішіге қарап істесеңіздер болады. Қамырымыз өте жұқа болып кетпеу қажет. Шамалы менде бір жарты сантиметр бар. Қамырдың қалыңдығы жұқа болып кетсе де, шамалы жұқалау болып қатты ісініп кетеді, ортасы бос болып қалады қатты. Екінші қамырымызды алып, бұдан мен ромбик формада бауырсақтарды шығардым. Бұнда кемінде жарты сантиметр қалыңдықта етіп қамырын кестім. Қатты жұқа қылып жібермеу керек. Мына орташа қызған тәпеге бауырсақтарымызды салып қуыра бастаймыз. Салып болған соң міндетті түрде бірден сразу аудару керек бауырсақтарымызды. Көп тұрып қалса, кейін бауырсақтарымыз қатты ісініп кетіп аударылмай қалады. Отымыз қатты болмау керек. Қатты болса іші піспей қалады. Отымыз өте төмен болса, бауырсағымыз майын өзіне өте көп алып қалады. Соның үшін отымыз орташа болуға қажет. Бауырсақтарымыз осылай әдемі қызыл болып піседі. Бұдан соң мен осылай ромбик формада бауырсақтарымды салдым. Бұларды орташа отта пісіріп аламыз.
Міне бауырсақтарымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осындай бауырсақтарымыз өте әдемі, дәмді болып шығады. Әрбір дастарханымыздың көркі, әрбір мерекеде жасалатын өзіміздің дәмді ұлттық тағамға жатады бұл. Сосын жасап көріңіздер, пікір қалдырыңыздар. Көргендеріңізге рахмет.